Армысыздар YouTube көрермендері, сіздермен бірге тағы да әдеттегідей дәкемен. Бүгін мен жаңадан тағы да ойын бастап отырмын. Ойынның атын әзірге жаттап үлгерген жоқпын, сондықтан ойынды әдеттегідей описанияға атын қалдырып кететін боламын. Сонымен қатар жазғыларыңыз келсе ссылкасын қалдырып кететін боламын. Бірақ қалдыратын болсаң, бұл қалдырғанмен де бұл көптеген адамдардың соткасына көтеруі мүмкін. Бұл 400 мегабайттан асады. Сонымен қатар интернеттен алынады. Көптеген видеоларды көру арқылы көптеген наградаларды алуға болады, құрметті достар. Осы ойын бізге жаңағы 2 рет ойнадым. Сол кездерде көптеген әсерлерді алдық. Енді сонымен қатар көптеген ақшаларды жинағанбыз, кілттерді де жинадық. 3-ші уровеньге көтеріліп алдым. 10 кубктың иегері атандық уже. Құрметті достар, енді бізде қаншама кейстер, сондайлар ашқаннан кейін YouTube, яғни видеолар көріп, сонан кейін бізге әртүрлі снаряжениедан көптеген скиндерімізді берді. Қолымыздағы скиннің өзін алғашқы ойыннан кейін түсіріп алған болатынбыз. Радардың не екенін бірақ түсінбедім. Осындай нәрселердің барлығына кіріп тамашалап көру керек негізі. Мылтықтарымыз бізде. Оның мылтықтарды улучшить етуге де болады, көтеруге де уровенін. Қазір менде АК скины бар. Тағы да көтеріп жатырмын 2000-ға, $2000. Көптеген нәрселерді алып алдым енді. Мылтықтардың түрлері де өте көп, достар. Пистолеттерді көбінесе керек болып қалады, достарды көтеріп қоямыз. Сонымен қатар мынандай қылышым да бар. Осының скинін түсіріп алдық. Енді әртүрлі нәрселерді ақшаларымызды толыққаннан кейін көптеген нәрселер түсіреміз. Құрметті достар, сонымен қатар қараңыздар, мінекей қаншама бастар, осындай бас киімдер, яғни маскалар адамдарға. Осының барлығын кейстен түсіріп аласыз, немесе ақша беріп тұр. Сонан кейін бронялар, мінекей 4 броня бар. Сонан кейін скиндер бар. Наемниктікі, полицияның суаттікі, яғни спецназтікі. Сонан кейін клерканыкі, көріп тұрсыздар, тонаушыныкі. Осының мынандай персонаж дейді, почти зат наборлар тұр. Көріңіздер енді мына жақта. Бұл енді біздің снаряженияларымыз. Құрметті достар, енді көпке созбай осы ойынымызды бастайық, ойнап көрсетейік. Қандай екенін 2 рет ойнадық, енді 3-ші ойынымызды да мінекей бастап отырмыз. Құрметті достар, бұл ойынға көптеген лайктар, просмотрлар жиналып жатса, енді бұйыртса, енді 12 лайкта кемінде мен Free Fire түсіріп қалуым мүмкін. Әрине бұл мүмкін. 12 лайк жиналған күннен сол кезде түсіріп салғатырсам. Қылышпен, пышақпен бір сойып қалдым. Жәнім кетті да, артымнан келді да. Енді атып тастады ғой, енді пайдаланып. Енді досын құтқарды ғой өзін. Сонымен қатар бұрынғы слайд, сондай ақпараттар сағынған шығарсыздар, сол ақпараттарды қайтып бастауымыз үшін бізге тағы да көптеген просмотрлар керек. Себебі олар көптеген тағы да хеджоттан беріп басына. Ойын негізі керемет. Жақсы, мынаяқта достарым көмектеседі, очкосы бар, наградалармен береді, скин барлығы бар. Достар, жазып алуға кеңес беремін көбісіне. Тағы 2-ші рет уже пышақпен досымыз кеп көмектесті. Екінші бөлімі Құдай қаласа келесі бір күндерде шықпауы мүмкін. Бұның енді көптеген қыр-сырларын көріп, тамашалап, сонан кейін алдағы уақыттарда көрсетіп жатармыз. Ойын қалай ұнап жатыр ма? Әзірге ұтып жатырмыз. 2 ойында да ұтқан болатынбыз. Кәдімгі Counter-Strike бар ғой, сол секілді қараңыздар. Гранатамен
Двойной высаға. Тройной тіптен. Аптечкада қолдануға болады. Гранаталардың түрлері, 2 түрі бар. Енді анау нені түсінбей жатырмын. Анау үстіне спутник тұр ғой. Соларды антенна ма бірдеңе қойды. Сонан кейін тағы чат бар. Чаттан кейін рация тұр, оны да білмедім. Қолдандым ғой, не ақпарат беріп білмеймін оны. Бәрі тексеріп көретін боламыз. Енді мен бұрында Капаки мультиплеер және де Барвиха, Кремпа, сонымен қатар тағандай ойнап едім. Соңғы ойыным бар ғой. Со стрелбой офлайн игры дегенше. Сол ойында олардың барлығы 1-2 бөлімнен аяқтап қалыпты. Достар, бұрын біздің соңғы атыс ойынымыз бар еді ғой. Сол ойынның аяқталуына қандай себеп болғанын айта кетейін. Ол мультиплеер, яғни онлайн ойнаған кезімде видеоға записқа жазып алған кезімде ол көрінбеді. Жарылмады. Қабая өлмеді. Соны записқа жазып алған кезінде енді біздерде сол қатып қалды. Запис бір суретпен қатып қалды. Бірақ аты сөздерің дауыстар естіліп жатты, бірақ бір суретпен тұрып қалды. Сөйттім да сол видеоны өшіріп тастадым, құрметті достар. Ол ойынды да өшірдім, сонан кейін бұндай болған білем. Енді осы ойынды бастап отырмын. Енді 10 миллионнан астам адам жазған, жазып алған. Нормальный рейтингте де нормальныйсы. Яғни енді өздеріңіз көресіздер қандай екен. Шын туайында ойын жақсы кетіп жатыр. Мінекей победа жеңіс 1398-747, яғни 2 есе, почти 2 есе немен отып отырмыз. Достар, мінекей бірінші орында тұрмын. Қазір шот бойынша, есеп бойынша. Құрметті достар, егерде ұнатса, міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар. Мен қазір мынау видео көріп, мынау немді аяқтайтын боламын. Сау сәлеметте болыңыздар. Міндетті түрде 12 лайкты. Енді өздеріңіз білесіздер, қашан жинайтыныңызды білмеймін, бірақ міндетті түрде жинайды деген сенемін. Құрметті достар, сіздермен бірге болған тағы да Дәке мен сау сәлеметте болыңыздар.